Ал саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз рационал сандарды бөлу. Рационал сандарды бөлу кезінде тақтада көрсетілгендей бізде белгілі бір таңбалар ережесін қайталап алайық, өзіміздің есімізге түсіріп. Бірінші таңбалар ережесі: егер плюс санды плюс санға бөлсек қандай болады? Турасыл? Плюс санды плюс санға бөлсек, нәтижесі 10 сан болады. Кеттік келесі. Теріс санды теріс санға бөлсек нәтижесі Абдулазиз. Минусқа бөлсек плюс болады. Плюс болады, дұрыс айтасың. Келесі ереже: плюсты минусқа бөлсек Серік Али. Теріс сан шығады. Теріс сан шығады. Соңғы ереже: минусты плюсқа бөлетін болса теріс сан шығады. Балалар, біздің салбыр тақырыбымыз рационал сандарды бөлу кезіндегі таңбалар ережесін қолдану болып табылады. Ал балалар, олай болса біз тақырыпты еске түсіріп алдық. Енді бізде қазір жауапкершілік пен әділдік соған байланысты Абай атамыздың жақсы сөзі бар. Кімде кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ. Бізде әділдік пен жауапкершілік осындай қанатты сөздер бар. Сендер де осындай қанатты сөздерді айтып бере аласыңдар ма? Әділдік, жауапкершілік туралы. Кім айта алады? Айыр айтабай. Жауапкершілік дегеніміз саған бір тапсырған жұмысты мұқият орындап, оны жақсы нәтиже. Жақсы, жарайсың. Айсар айтабай өз ойыңды. Әділдік дегеніміз адамның екінші адамға деген адалдығын білдіреді. Дұрыс айтасыңдар, екінші адамға деген қарым-қатынас. Ал Ерасыл жауап бере ма? Дегеніміз бір адамға мысалы бір затты оны берсек, ол орындамаса оған сенім жоқ болады. Жарайсыңдар балалар. Енді осы орайда мен сендерге әділдікке байланысты жақсы тілек айтқым келеді. Осы өмірде, осы мектепте жалпы сендер әділ сөйлеп, әділ жүріп, адал азамат болып өсулеріңе тілектеспін. Ал балалар, олай болса, үй жұмысын қайталап, үй жұмысын тексеріп алайық. Негізі үй жұмысын тексеру үшін бір-біріміздің дәптерімізді алып тексеріп жіберсек болады. Және де тақтаға екі оқушы сол үй жұмысын маған шығарып берсе. Біріншісін Расыл, екіншісін Али келе ғой шығарып береміз. Қалғандарымыз дәптерлерімізді ауыстырамыз, бір-біріміздің дәптерімізді тексереміз. Көршіңді тексер деген әдіс, дұрыс шығарған ба, дұрыс шығармаған ба тексеріп аламыз. Енді уақыт жоғалтпас үшін тақтаға назар аударсаңыздар, айналмалы колесо, айналада бір сұрақтар қойып. Осы орайда қалған оқушыларға мен сұрақтарымды қоя берейін. Тақтаға маған келеді, Есұқтан келе ғой. Жарайсың, Есұқтан, отыра қой. Келесі оқушы келеміз. Дұрыс. Минус 12 қысқарттың барлығын, әріптер қысқарды, жарайсың. Не қалды астында? Бір қалды, жаза ғой бірді. Тең. Жарайсың, Расыл, отыра ғой. Барлығымыз тексердік қой, көршімізді. Отыра ғой, көршілерімізді тексеріп олайық. Ал енді балалар, бүгінгі тапсырмалар бойынша сіздерге мынандай бағалау парақшаларын таратамын. Өздеріңіздің аты жөндеріңіз және бұл арқылы біз бірге кері байланыс бере аламыз. Астында көрінген. Қазір барлық тапсырма кезінде өздеріңізді осы арқылы бағалап отырасыздар. Түсінікті ғой? Қазір балдардың дескрипторлары тақтаға көрсетіледі. Сол дескрипторлар бойынша өзімізді бағалаймыз. Жеке жұмыс атқарамыз, жұптық жұмыс атқарамыз және топтық жұмыстарды атқару кезінде өз балдарымызды осы жерге тіркеп отырамыз. Түсінікті ғой, балалар? Ал балалар, сіздерге жеке тапсырма ретінде тест тапсырмасы құрастырылды. Осы сіздерге берілген өрнектердің нәтижесін алып, дәптерлеріңізге орындайсыздар. Әрбір 5 бұрыш жауапқа 1 балл тіркеледі. Таңбалар ережесін қолдану арқылы есепті дұрыс шешесіңдер, есепті дискриптор.
әрбір 5 дұрыс есепке 1 балл тіркеледі балалар. Өздеріңіздің бағалау парақтарыңызға қазір мен нәтижесін тақтаға шығарғаннан кейін сіздер шығарып болған соң сол арқылы тексереміз. Сіздерге берілген есептерді шығардыңыздар, енді тақтаға нәтижелер шықты. Кімде егер барлығы дұрыс болса 3 балл, 10 есеп дұрыс болса 2 балл, 5 есеп дұрыс болса 1 балл. Өзімізге балдарымызды бағалау парақшаларына бояйық. Бояп, 3 балға дейін бояп қойып. Балдар қаншағы дұрыс болды сенде? 3 балға дейін, бірінші бал бар. Осылайша сабақ соңына дейін өзіміздің нәтижемізді аламыз. Енді сіздер боя беріңіздер. Келесі тапсырма бізде жұппен жұмыс. Енді ортада сіздерге 2 есеп берілген. Жұптаса отырып жұмыс атқарасыздар. Бұның инспекторы 3 балға дейін белгіленеді. Амалды орындайсыңдар, өрнекті шаттайсыңдар. Таңбалар ережесін дұрыс қолдану арқылы есептің нәтижесіне дұрыс жетесіңдер. Бұл қандай жұмыс бізде балалар? Жұппен. Ал кеттік жұптарымызбен жұмыс атқарайық. Әр жұпқа тапсырмалар беріледі. Бұл жердегі максималды балл 3 балл. Қойыңыз. Жұптық жұмыстың нәтижелерін тексеріп алдық. Әркім тиісінше дескрипторларға сәйкес қанша балл алды, нәтижелеріңізді бағалау парақшаларыңызға бояп алыңыздар. 2 балл алғандарымыз 2 балл қосамыз, 3 балл алғандарымыз 3 баллды қосамыз. Қосып алдық па? Енді келесі бізде топтық жұмыс. Топқа бөліну үшін біз ChatGPT-ді қолданамыз. Сыныптың тізімін ChatGPT-ға бөлу арқылы барлықтарыңызды 3 топқа қазір бөле саламыз. Жасанды интеллект арқылы. Ал сыныптың тізімін ChatGPT-ға бердік, 3 топқа бөл деп тапсырма бердік. ChatGPT бізге сыныпты топқа бөліп береді. Сол бойынша топтарға ауысамыз. Бізге ChatGPT бөлген топтар бойынша отырып аламыз да. Сіздерге постер таратам. Бірінші топқа 530-ші есебі, екінші топқа 531-ші есеп, үшінші топқа 532-ші есеп. Соның барлығын постерға орындап, бізге тақтаға шығып қорғап бересіздер, бір оқушылар. Ал топтасып жұмыс атқарамыз. Бірігеміз балалар. Жылдам. Топтаса отырып бірігеміз. Баласы топтаса айтыңыздар. Шағылы баласыздар. 530. Тыныштық. Топта жұмыс істеу кезінде басты ереже қандай? Тыныштық сақтап, кедергі келтірмей, ақылдасу арқылы шығару. Тыныш. Жарамыз кеттік. Ал балалар, уақыт аяқталды. Тоқтатамыз. Орындарымызға отырамыз. Бітті. Сіздерге берілген уақыт шектеуледі. Уақыт аяқталды. Ал кеттік. 2 оқушыдан шығып қорғаймыз. Бұл жерде берілетін ұпай 4 балл беріледі. Әр топқа. Бірінші топ 3-ші топты бағалайды, 3-ші топ 2-ші топты бағалайды, 2-ші топ кімді бағалайды? 1-ші топты бағалайды. Бір-бірлеріңді өзара бағалайсыңдар. Кел, 1-ші топ шығыңдар. Кел. Нәтижелері кеттік. Біріншісінде 25, екіншісінде барлық сандарды қысқарттыңдар. Қысқарту нәтижесінде 1,25 қалды. Соңғы есептерім 1,5. Барлық есеп дұрыс шыққан. Сендерде бір ерекшелік не бар? Одырдан қандай сан шығады? 10 сан. Теріс сан шығуы мүмкін ба? Жоқ. Ал кеттік. Бағалаймыз. 3-ші топ бағалайық. Біз бірінші топқа жақсы баға береміз. Себебі олар дұрыс шығарды және дұрыс қысқарды, дұрыс шығарды. Дұрыс шығарды, дұрыс. 4 балдан белгілеп аламыз бағытымыз, жақсы бағалады. Келесі 2-ші топ келеміз. Сіздерде қандай есеп болды? 531 бір есебі. Қалай шығардық? Кішкене жақынырақ көрсетейік, жақынырақ тұрайық бер балаларға. Біз бұл
шықты, 136 шықты дейді балалар. Таңбалар ережесін дұрыс қолданды ма? Қолданды, иә, дұрыс шықты, иә. Бұл бірінші топ бағалаймыз. Бірінші топ аяғына тұр бағалауы, екінші топ көрсете ғой есептеріңді. Бірақ бұл жерде есептер жеткіліксіз, иә, назар аударамыз. Мен екінші топты 3 балға бағалаймын, себебі олар барлық есепті шығармаса да барлық ережелерді сақтап дұрыс шығарды. Дұрыс, жарайсыңдар, отырамын. Өздерімізге 3 балды қосамыз. Бағанағы жеке жұмыс, жұптық жұмыс, қазір топтық жұмыс үшін 3 бал қосамыз. Нәтижесін қазір мен жинап алам. Келеміз, 3-ші топ. Барлық есеп шығардыңдар ма? Жарайсыңдар. Ал кеттік, бірінші есеп. Сендерде не істедіңдер? Біз амалдар ретімен Амалдар дейді. Қаттырақ айтамыз. Біз бұл есепті, яғни 538 есептің біріншісін амалдар ретімен орындадық. Бірінші не істедіңдер? Бірінші біз жақшаны орындадық. Бұл жерде минус 1,15-тен 7 шықты. Екіншісінде? Екіншісінде біз көбейттік, яғни бұл жерде 2,4-тен 3 шықты. Минус пен минус не істеді? Минус пен минус плюс болды. Көбейтіп, плюс таңбалар ережесін дұрыс қолдандық. Үшіншісінде? Үшіншісінде бізде минус 2,ден 1 шықты. Минус 2,2-ден 1. Соңғысы нәтижесі? Соңғысының нәтижесі 4-тен 1, яғни минус пен минус? Минус пен минус плюс болып кетеді. Сосын оны ондық бөлшекке айналдырсақ 0,100. Дұрыс айтасыңдар. Ал кеттік, екінші топ бағалаймыз. Біз үшінші топты 4 балмен бағалаймыз, себебі олар Амалдар ретінде. Амалдар ретінде дұрыс шығарды, және де барлық есептер толық. Таңбалар ережесін қолданды. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар, өздеріңе 4 балды тіркейіндер. Ал енді балалар, олай болса сабағымызды соңғы жағына да жетіп қалдық. Енді бағалау парақшасын Али маған жинап бере сал. Барлық оқушының бағалау парақшасын маған жинап бере қой. Али жинап бере қой. Бұдан балдарымызды белгілейміз барлығымыз. Сол арқылы сендерге баға қоямыз. Жылдам мәкел ақа. Ал кеттік, сабаққа кері байланыс берейік. Тақтада бізде сабақты түсінбедім. Осы сабақ бойынша сұрақтар бар. Және де не? Қандай тағы сабақты толықтай түсіндім деген нәтижелер бар. Мен сіздердің бағалау парақшаларыңызды жинап. Али рахмет, отыра қой. Бағаларыңызды қазір белгілейміз. Ал кеттік, кері байланысқа келе ғой, Лаура. Қайсың? Өзіңнің өз ойыңды айта кел. Біреуінің басасында мен түсіндім, түсінбедім деген сияқты өзіңнің жеке ойыңды айтасың. Менің сұрақтарым бар, себебі бұл сабақ кезінде ережелерден кішкене сұрақтар бар. Кеттік, келесі оқушы, келе қойған. Жылдам. Менің бұл сабақ бойынша сұрақтарым бар, себебі мен топтық жұмыстағы модульдармен есепте шатастым. Модульмен есепте шатастың, ол есепті түзетеміз келесі, сәрсен баяғы келе ғой. Мен бүгінгі сабақты түсіндім, себебі біз топтық жұмыс орындаған кезінде маған бәрі түсінікті болды. Жақсы, рахмет. Енді уақыт шектеулі балалар, барлығымыз отырмаймыз. Енді бір-екі балдарыңызды айта кетейін. Әділет қызы Аяру 9 бал қойыпты, Сабек балалар өзіне 9 бал қойыпты. Үсенбай Абдумалик өзіне 10 бал қойған, бірақ мен Абдумаликқа 10 бал қоймаймын. Себебі жұптық жұмыс кезінде кішкене қателіктері болды. Ал балалар, осы сабақты барлығымыз түсіндік пе? Тағы да бір таңбалар ережесін бекітіп жіберейік. Көбейтумен минус таңбасы мен минус таңбасы көбейтілсе, Минус таңбасы мен минус таңбасы көбейтілсе, егер минус пен минус бөлінсе, ол да плюс болады. Көбейту мен бөлудің таңбалар ережесі бірдей, дұрыс айтасыңдар балалар. Ал балалар, сіздерге рахмет, сабақ аяқталды.